Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Асель. Бүгінгі видеода баклажаннан осындай ерекше, сочный салат жасайтын боламын. Егер сіздерге осы рецепт ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, бөлісіңіздер. Сол арқылы арнамның дамуына көмектесесіздер. Салат жасауға қажетті ингредиенттердің мөлшерін видеоның астындағы описание бөлімінен таба аласыздар. Салатты баклажан тураудан бастаймын. Үлкендеу 2 баклажанды алып, жалпақтығы 1 сантиметрдің көлемінде етіп, сақина пішіндес қып турап шығамын. Туралған баклажандарды бір ыдысқа салып, бетіне тұз сеуіп, салқын су құямын. Су баклажанның бетін жауып тұруы керек, және сироптың дәмін көргенде тұзы әштілеу болу керек. Жарты сағатқа қоямын. Жарты сағаттың ішінде тұзды судың тұзы баклажанға сіңіп, және баклажанның бар ащысы суға шығып, судың түсі өзгереді. Осы жарты сағат уақыт аралығында мен салатқа қосатын басқа заттарды дайындауға кірісемін. Тәтті бұрышмен де 1,5 тәтті бұрыш қостым, 1 бүтін қызыл бұрыш және жарты жасыл бұрыш. Сосын дәу үлкен бір сәбізді алып үккіштен өткіздім. Орташа көлемдегі пиязды алып жұқалап турап алдым, және 2-3 тіс чеснокты жақсылап езіп алып, сосын майдалап турап қостым. Бұл жерде өздеріңіздің қалауларыңызға қарай чеснокты жаңағы чеснок езгішпен езіп те алсаңыздар болады. Керек затымыздың барлығын турап алғаннан кейін табаға 2-3 ас қасық май құйып, бірінші пияздың үстіне 1 дестен сәбізді, тәтті бұрышты салып, сәл 2-3 минут қана ыстырып қуырып аламыз. Өте қатты қуырмаймыз. Енді бұларды қуырып болғаннан кейін астын сөндіріп қоямын. Осылар болғаннан кейін енді салаттың сиробын жасауға кірісемін. 2 ас қасық шекерді саламын ыдысқа. Үстінен 1 ас қасық немесе жарты шай қасық тұз саласыздар. Және 2 ас қасық сірке суын қосамыз. Үстіне 300 мл кәдімгі бөлме температурасындағы суды қосып, сиропты жақсылап араластырып аламын. Сиропты дайындап болып, бір шетке қоя тұрамын да, баклажанды судан сырғытып алып, әбден суын кетіріп, майға көп май салмай 2 бетін сәл ғана қызартып қуырып аламын. Қатты қызып тұрған отқа табаға майын көп қымай, кішкене ғана май құйып, баклажанды өстіп, екі бетін сәл ғана қызартып
қуырып аламын. Егер майдың жаңағы оттың температурасы жай болатын болса, біздің баклажанымыз езіліп кетеді. Қуырылған баклажандарды суытып аламыз. Тереңдеу және жалпақтау келген ыдысты алып, бірінші қабатына баклажанды қойып шығамыз. Бетіне жазған сәбізден жасалған салатымыздың бір бөлігін тегістеп жауып шығамыз да, үшінші қабатын қайтадан баклажан қойып, төртінші қабатын қайтадан салат қойып, өстіп кезекпен салатын заттарымызды таусылғанша қойып шығамыз. Жақсылап бәрін қойып шыққаннан кейін бетіне сиропты құямыз. Сосын қақпағын жауып, тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қоямыз. 2 сағаттан кейін салатты жей берсек болады. Менімен бірге видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.